6 сынып оқушысы Ақылбек Ахмеди. Абай Құнанбаев. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, тептегіш жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Айтушымен тыңдаушы көбінадан, бұл жұрттың сөзден мас бір парасы. Өлеңге әркімнің ақ бар таласы, сонда да солардың бар таңдамасы. Іші алтын сырты күміс сөз жақсының, қазақтың келістірер қай баласы. Бұрынғы ескі беді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен сөз ғасырлап. Ақындары ақылсыз надан келіп, көршерді өлең қыпты жоқтан қармап. Қобызбен домбыралып топта сарнап, мақта өлең айтыпты әркімге арнап. Әр елде өлеңменен қайыр тілеп, кетірген сөз қадірін жұртты шарлап. Мал үшін тілін безеп жанын жалдап, мал сұрап, біреуді алдап, біреуді арбап. Жат елде қайыршылық қылып жүріп, өз елім бай деп мақтап құдай қырқып. Қайда бай мақтаншаққа барған таңдап, жиса да бай болмапты қанша малдап. Қазаққа өлең деген бір қадірсіз, бұл жырақ көрінеді солардан ақ. Ескі беше отырмын бос мақалдап, ескі ақынша мал үшін тұрмын зарлап. Сөз түзелді тыңдаушы сенде түзел, сендерге де келейін енді аяндап. Батырды айтсам ел жауып алған талап, қызды айтсам қызықты айтсам қыздырмалап. Әншейін күн өткізбек әңгімешін, тыңдар едің бір сөзім мыңға балап. Ақыл сөзге ынтасыз жүр шабандап, көнгенім ақ соған деп жүр табандап. Кісім сынып жеп кетер білімсіз көп, жіберсем өкпелеме көп жамандап. Амалдап қарағайды талға жалғап, әркім жүр алар елдің ебін қамдап. Мақтан қуға мал құмар нені қалсын, шықпаса мыңнан біреу талғап. Мал жиып арамдықпен ұрлап қорлап, қосын десе қуанып жүр алшандап. Қақса соқса бір пайда түсеме деп, елдің байын еліртіп жаумындалап. Ынса бият арнамыз сабыр талап, бұларды терек қылмас ешкім қалап. Терең ой, терең ғылым іздемейді, өтірік пен өсекті жөндей сабап.